Қайырлы күн, өнер сүйер қауым. Домбыра бар жерде қазақ халқының тілі, өнері, тарихы бірге жүреді. Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев 2018 жылы елімізде жаңа мереке, яғни ұлттық домбыра күні енгізілгенін жариялаған болатын. Ел арасында домбыра туралы аңыз әңгімелері өте көп. Кейбір деректерге сүйенсек, домбыраның 6000 жылдық шығу тарихы бар екен. Олай болса, халық арасында кеңінен тараған домбыра туралы аңызды назарларыңызға ұсынамыз. Қос ішек күйінің аңызы. Ертеде бір аңшы жігіт болыпты. Сол аңшы жігіт биік таудың қиясын, қалың қарағайдың арасын тұрақ еткен бұғы маралды аулап кәсіп етсе керек. Бірде жолы болып биік таудың қиын қиясынан теңбіл марал атып алады да, маралды етекке түсіру үшін ішек қарнын ақтармалап алып тастайды. Содан арада айлар өткенде аңшы жігіт аң атуға ұрымтал жүреді ғой деп, баяғы маралды атқан жерге соқса, құлағына бір ызыңдаған дауыс естіледі. Барлап қараса, өткенде атқан маралдың ішегін қарға құзғын үліп ұшқан болу керек. Қарағайдың бұтағына қос тін болып керіліп қалғанын көреді. Ызыңдаған дыбыстың сол ішектен шығып тұрғанын аңғарады. Қарағайдың бұтақтарына керілеп кепкен ішекті сәл ғана жел тербесе ызыңдап, жанға жайлы дыбыс шығарады. Оның өзі бірде уілдеп, бірде сарнап, енді бірде сыңсып жылағандай болып, аңшы жігітті алуан түрлі күйге түсіреді. Сол жерде аңшы жігіт, қой, мына қос ішекке тіл бітейін деп тұр екен, бір амал жасайын деп, ішекті үйге алып келеді де, бір аспап жасап, соған қос ішекті тағады. Содан тартып көрсе, шынында да қос ішекке тіл біткендей сұңқылдап қоя береді. Бұл үн аңшы жігіттің ғана жанын жадыратып қоймайды, тыңдаған жанның бәрін ұйытады. Осылайша домбыра көптің сүйіп тыңдайтын аспабына айналады. Ұлттық домбыра күнінің белгіленуі қазақ халқын ерекше қуантты. Домбыра күнінің мерекеге айналуы көнеде жеткен асыл қазынамыздың, ұлттық мұрамызға берілген лайықты баға. Өнерде өрге жүзгендер атты кітапханалық жобасы аясында 1 шілде ұлттық домбыра күніне орай домбыра үні, жүрек үні атты күй кешін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі күй кешіміздің қонағы Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармониясының, Дәулеткерей атындағы халық аспаптар оркестрінің концертмейстері Аңсар Қатимоллаұлы Бердіғалиев. Аңсар Қатимоллаұлы, кітапханамызға қош келдіңіз. Бүгінгі домбыра күні мерекесі құтты болсын. Ендеше сізбен бірге домбыра туралы, күй туралы және өзіңіз туралы бірер сөз қозғасақ, оқырмандарымызға кеңірек таныс болу үшін. Аңсар Қатимоллаұлы, осы сұхбатқа дайындалғанда сіз туралы мәліметтерді сіздің жеке парақшаңыздан, әлеуметтік желілерден іздедік. Дегенмен сіз туралы көптеген мәліметтерді ала алмадық. Енді бүгін біздің оқырмандарымызға өзіңіз туралы мәліметтерді бере кетсеңіз, оның ішінде туған жеріңіз, балалық шағыңыз, отбасыңыз туралы, жалпы өзіңіз туралы толық айта кетсеңіз. Мен Батыс Қазақстан облысы Казталовка ауданында 1977 жылы дүниеге келдім. Әкемізден елге белгілі Қатимолла Бердіғалиевтің үлкен ұлымын. Казталовкада Алма Оразоев атындағы мектепке 84 жылы бардым. Енді сол мектепте оқып жүріп, музыка саз мектебіне 4 класста бардым. Алғашқы ұстазым Ишяна Айгерім деген қарағым.
ашық домбыраны үйретіп, болмаса сол кісі. Сосын 91-ші жылы осы әкемнің жаңағы қоныс аударуына байланысты осындағы Сәкен Сейфуллин атындағы 11-ші мектепке келіп оқыдым. 92-ші жылы Құрманғазы атындағы саз колледжіне домбыра аспабына оқуға түстім. 96-ші жылы бітірдім. Асылғанның Есеұлына деген ұстазымның домбырасынан сабақ алдым. 98-ші жылы Дәулеткерей атындағы университетке түсіп, 2002-ші жылы Батыс Қазақстан университетінде Махамбет атындағы университетті бітіріп шықтым. Еңбек жолымды 96-ші жылы Казталов ауданынан бастадым. Саз мектебінде домбыра аспабынан сабақ бердім. Және Омарозой атындағы мектепте ән сабағынан сабақ бердім. Соны тұра бастадым. Еңбек жолы 97-ші жылы осы қаладағы Сәкен Сейфуллин атындағы мектепте өнер мектебіне келіп, сонда домбырадан сабақ бердім. 2000-ші жылы осы Дәулеткерей атындағы оркестр құрылып, сол 2000-ші жылдан бері осы Дәулеткерей атындағы оркестрде жұмыс жасаймын. Керемет аңсыры. Сол 96-ші жылы отбасын құрып, бір ұлым, екі қызым бар. Керемет, енді аңсараға сіздің әңгімеңізден қысқа да нұсқа болса өзіңіздің туған жеріңіз туралы, еңбек жолыңыз туралы көптеген мәліметтер алдық деп ойлаймыз. Ендеше енді сізден оқырмандарыңызға, мына тыңдарман қауымға өзіңіздің бір сүйікті күйіңізді орындап берсеңіз. Енді Құрманғазының ұстазы ұзақ күйшінің, Құрманғазы шығарған ұзақ ақжелең деген күйді орындап берейін. Керемет орындау. Ал енді келесі сұрағымыз, ең алғашқы үйренген күйіңіз есіңізде ме? Жалпы өнерге қалай келдіңіз? Әкеңізге еліктеп, немесе өзіңіз қызығушылық танытып келдіңіз бе? Сол туралы айта кетсеңіз. Енді өнерге үйде жаңағы әкеміз өзі дайындалады. Радиолардан тыңдайды, үміттен. Сол бәрімізді балалықпен еліктеп, соған қызығушылық танытып, жайлап әкемізден шертіп, үйреніп, бір өлеңдерден басып.
сахнаға шығады деп өлең айтқызып. Алғашқы күйін халық күйі кеңес болды. Сосын саз мектебіне барып, сосын жалғастырдым. Керемет, өзіңізде қызығушылықта танытқасын, бүгінгідей енді дәрежеге жетіп отыр деп ойлаймыз. Әкеңіздің ықпалы болса, ол енді сіздің де еңбегіңіз бар ол жерде. Енді Аңсар Қатимолұлы, домбырадан басқа тағы да қандай аспапта ойнай аласыз? Енді аспапта, баян аспабында да ойнаймын. Бас домбыра деген бар, шерте деген ойнай аламын. Дегенмен жаныңызға жақын осы домбыра аспабы. Рахмет. Жақсы көңіл-күй жанның шуағы деп жатамыз. Енді Аңсар аға, жалпы өзіңіздің көңіл-күйіңіз көтеріңкі болған кезде қандай күйді тартасыз? Енді мынау келесі орындайтын күйім Дәулет Керей бабамыздың «Қос шек» деген күйін орындап беремін. келесі орындайтын күйім биыл Мұхит Мералының 180 жылдығы, білесіздер, биыл елімізде тойланып отыр. Айтуға дата 180 жылдығы. Енді мынау өзіміздің ұстазым, жаңағы Дәулет Керей атындағы оркестрдің бас дирижері Еркін Нұрымбеттің Мұхит мұрасы деген күйін қабыл алыңыздар.
көптен бері мына домбыраның үнін сағынып жүрген оқырмандарға керемет тарту болды деп ойлаймыз. Ал енді келесі сұрағымыз, әр адамның өзінің үлгі тұтатын тұлғалары болады. Сіз өзіңіз кімді үлгі тұтасыз? Енді әрине біріншіден әкемізді тұтамыз. Одан кейін өнер саласында жүргеннен кейін Рысбайға биік деген қалғатысы, Қаршы Ахмедияр, Жақбек Шамил деген осы күйшілерді ұстам, және осы кісілердің орындауындағы күйлерді көбірек тың. Иә, дұрыс айтасыз, Аңсар аға. Ендеше кезекті керемет күйге берейік. Енді келесі орында енді отырған халыққа ел айырылған деген Қаратаудың басынан көшкен сайын бір тайлақ бос келер деп елмейді әнін осы шығарғанда халық күйшілер де осы күйді шығарған екен. Ол ел айырылған деген қабыл алдыңыз. Жалпы Аңсар аға, сіз өзіңіз шәкірт тәрбиелейсіз бе? Шәкірт тәрбиелеудегі жалпы талаптарыңыз қандай? Жаңағы өзіңіз айтып өткендей, отбасыңыздағы балаларыңыздың ішінде өнерге жақыны бар ма? Рахмет. Шәкірт тәрбиелеуде өзім жаңа айттым, саз мектебінде, өнер мектебінде және Батыс Қазақстан университетінде де сабақ бердім. Шәкірттерім Құдайға шүкір бар. Әр салада жаңа мәдениет қызметкері, жаңа музыкалық мектептерде сабақ береді. Республикалық оқушылар арасында конкурстардан лауреат болды. Енді ұлым домбыраны бітіріп шықты, мектепте оқып жүрген кезде 5 жыл оқып, одан кейін сол өнерге қарай бармайын деп, мамандығымен басқа мамандықпен кетті. Қызымды да фортепиано ойнап меңгерді. Қазір ол да басқа салада бірге, бірақ өнердің бәрін көрді, ойнап бәрін білді. Сосын қарай енді өздерінің қалауынша өз мамандықтарымен кетті. Жаңағы ұлыңыз домбыраны сізден үйренді ме? Жоқ,
өнер мектебіне барып, Молдабек Ермак деген ұстазынан дәріс алдым. Рахмет Аңсар аға. Шәкірттеріңіз алдағы уақыттарда тек биік белестерден көріне берсін. Елімізде беделді өнер иелері болсын деп тілейміз. Бүгінгі мерекеге орай біздің де көңіл күйіміз тамаша. Ендеше сол көңіл күйімізге байланысты Түркештің көңіл ашар күйін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі кітапханамызға келіп, мерекеге орай жақсы, сүбелі сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Алдағы уақытта тек жұмысыңызға шығармашылық табыс тілейміз. Енді бүгінгі кешімізді өзіңіздің бір жақсы тілегіңізбен аяқтасақ. Рахмет. Біріншіден осылай мені шақырып, сұхбат алғандарыңызға көп рахмет айтамын. Сіздерге де ары қарай шығармашылық табыстар тілеймін. Бүгінгі мерекеге орай домбыра құтты болсын. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы биылда. Әрбір қазақтың шаңырағында домбыра үні күмбірлей берсін.